Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін көрнекілік жасаудың 7-ші сабағы, яғни ашық сабаққа қош келдіңіз деген открытка деп жатамыз ғой, QR-кодпен жасалатын, соның жасалу жолын көрсететін боламын. Алдыңғы видеода мен сіздерге Canva-ның өте бір керемет құпиясын ашып көрсеттім. Яғни жасанды интеллект арқылы сіз кез келген фотоны Canva-мен жасай аласыз. Міне мен мына фотоны Canva-мен жасап алдым. Жасанды интеллект арқылы өзіме сақтап жүктеп алдым. Енді сіздер осы открытканы жасау үшін PowerPoint-тан жаңа бет ашып, өздеріңізге бір керекті фон таңдайсыздар. Мына жерде енді мен осындай түсті таңдадым. Сіздер ақ параққа істеулеріңізге болады, немесе бір кәдімгі сурет қоясыздар. Енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты барлығы. Одан кейін Google-ға кіріп, сіздер жаңағы ою өрнек іздеп аласыздар. Бірінші мен барлығынан дайындап қойғам, ою өрнекті алдым. Бұл ою өрнектің түсі мүлдем басқа болды. Үстін басып форматқа кіріп, алдыңғы сабақта үйренгендей коррекцияға кіріп өзгерттім, цветке кіріп өзгерттім. Художественный эффект қосуға болады. Одан кейін осындай әдемі болып тұру үшін оюды қойып қойдым. Енді жаңағы суретті копировать етіп мында алып келдім. Және осы жерге ашық сабаққа қош келдіңіз дегеннен төменге сіздер мысалы ақырын жүріп анықпас деп Абай атамыздың сөзін, немесе басқа да мақал мәтел, нақыл сөздерді, қанатты сөздерді жазып қоюларыңызға болады. Енді мына жерге қазір біз сабағымыздың QR кодын қоятын боламыз, яғни қымыжымыздың. Ол үшін Яндекске ми QR деп жазамыз, дәл осылай. Тип QR кодов дегенге кіреміз. Қандай типтері бар, яғни қандай түрлері бар, қазір көретін боламыз. Барлық QR кодты мен осы ми QR-мен жасаймын. Бұл жерде бүкіл барлық нәрсеге сіздер QR код жасай аласыздар. TikTok-тағы, телефоны звонок, Google документ, презентация, аудио, ссылка, видео, барлығын Telegram, email осы платформамен жасауға болады. Енді қазір сіздерге жаңағы қымыжыларыңызды QR кодқа айналдыру үшін сіздер осы жерден бізге керегі қазір таңдап алайық. Файл деген керек бізге, файл. Файл мұнда шықпай тұр. Сіздер оған алаң болмаңыздар, былай істейсіздер. Текст деген батырман басамыз, текст, яғни мына жерге жаңағы кез келген тақпақты қымыжыңызды, неңізді, жаңағы тексті, мәтін кез келген осы неге ми QR-ға салып, ставить етіп, сіздер QR код жасай аласыздар. Қымыжыларыңызды осы жерге қойып, немесе мына жоғарыға бүйтіп қарасаңыздар, мына төмендегі былай басқан кезде осы жерде бізге қазір не шығады? Файл. Мен таппай тұрмын, міне файл деп тұр, мен төменде. Осы файл деген басасыздар да, өздеріңіздің жаңа қымыжыларыңызды жүктеп аласыздар. Загрузить файл. Мына жерде тіркелу қажет бізге. Мен бұрын тіркелген. Осы Google аккаунтпен тіркеле саламыз. Мене загрузить файл. Енді мен қазір менде дәл қазір қымыж жоқ, бар файлды қойып көрсетейін. Міне қымыжы ашық сабаққа деп осыны көрейін. Назовите свой QR, яғни бір ненің жаңағы QR кодын атауын жазасыздар. Ашық сабақ деп қояға мысалы. Категория қай неге жатады, бұл жаңағы education, яғни білім жолында таңдаймыз. Стилизовать, скачать деген батырман басамыз, яғни білім жолында бізге әдемі QR кодтарды көрсететін болады. Осы көптеген әріптестеріміз сұрап жатады, QR кодқа қымыжыны қалай қояды деп. Жасау жолы мінекей осылай жасалады, өте оңай. YouTube-ға кіріп қараса, барлығы дайын. Кішкене менде
дұрыс тартпайды. Күтеміз. Міне бізге шықты шаблондар. Яғни мына жерде біреуін таңдап алуыңызға болады. Мысалы, осында өзіңіз білесіз, енді 45 түрі бар. 45 түрін мынандай неше түрлісі бар. Бізге қазір керек education, яғни білім бағытында. Новый год, бәрі керек емес, день рождения. Немесе тек қана ешқандай рамкасыз қара түсті QR код жасауыңызға болады. Міне работа и профессия. Мына жерден телефон ұстап тұрғанды қоюыңызға болады. Компьютер, пікірге арналған. Міне мына жерде перомен жазуға болады, бұлтпен, диалог ретінде кез келген біреуін таңдап аласыз. Міне. Меніңше өте керемет. Мысалы, осыны таңдап алайын. Немесе, как обычно, қара түсті көрсетейін сіздерге. Примить дегенді басып, скачать етіп аласыздар. Міне мына жерде высокий деген таңдалып тұр. Барлығын төменге түсесіздер де. Мына жерде мен басайын, міне осындай қара түсті болады. Скачать QR код дейсіздер. Өздеріңізге жүктеп аласыздар. Міне, жүктелді. Скачать QR код дегеннен күтесіздер кішкене, содан кейін сіздерге жүктелетін болады. Міне, бізде сурет ретінде тұр. Қазір осы сурет ретінде QR кодты копировать етіп аламыз да, біздің презентациямызға кеп қоямыз. Күтеміз, қазір ашылып жатыр. Міне. Жаңағыдай ноутбукпен, телевизормен, диалог ретінде телефон ұстап тұрған QR кодты қоюға болады. Мен стандартный, яғни осы түрін таңдап сіздерге көрсетіп жатырмын. Көбісінде осындай болғандықтан. Жалпы ойлап отырмын, сіздер осы QR кодтың қалай жасалу керектігін үйреніп алдыңыздар деп ойлаймын. Енді мына жерге алып кеп вставить етіп басамыз. Кішкене ноутбугым қатып жатыр. Кішірейтеміз. Енді мына жерге мысалы жазып қоюға вставкаға кіріп, сабақтың қымыжысы деп басқа мұғалімдер түсіну үшін. Бұл не QR код деп, кері байланыс па деп ойлайды. Кері байланыс қылып жасауларыңызға да болады. Мысалы, осы бетке сабақтың қымыжысы, қымыжы деп қойып, ал мына бетке сіздер мақал мәтел, нақыл сөздің орнына кері байланысқа арналған QR кодты қоюларыңызға болады. Ол да жаңағы создательға кіресіздер, одан WhatsApp дегенге кіріп, WhatsApp-тарыңыздың ссылкасын қоясыздар осы жерге. Одан кейін оны скачать етіп аласыздар да, дәл жаңағыдай, міне номер телефоны Қазақстан дегенге қоясыздар, бәрін таңдайсыздар, стилизовать, скачать QR код, презентацияға кеп қоясыздар. Міне, жасалу жолы өте оңай. Уақытты да алмайды негізі. Бұл бір ғана не емес, басқа да мүмкіндіктерін қолдануларыңызға болады. YouTube-тағы видеоны, YouTube-ның ссылкасымен емес, осында QR кодпен қойған. Менің ойымша, жаңағы заманауилықты, әдемілікті көрсетеді деп ойлаймын. Сондықтан, осылай міндетті түрде Mi QR-мен кіріп, өздеріңіз QR код создавать етіп көріңіздер. Міне біздің жаңағы открыткамыз дайын. Бұны сіздер бір бетке шығаруларыңызға болады, немесе бұны кітапша қылып шығаруларыңызға болады. Енді ол өз еріктеріңізде. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Болашақта өте пайдалы видеолар шығатын болады. Әріптестеріңізге де міндетті түрде бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік, сау болыңыздар.